Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге сөйлететін жасанды интеллект қолданып видео жасайын деп отырмын. Соңына шейін болыңыздар. Бұл жидің атын айтатын боламын. Көріп алыңыздар. Өзім де сіздермен қатар бірге жасап отырмын. Өзімнің суретімді қойып отырмын. Қазір көрейік. Жасап берем екен, әлде бұл да платный екен. Өзімнің суретімді қойып сөйлетейін деп едім. Қазір көптеген жасанды интеллекттер бір рет қолданғаннан кейін платный болып кетеді. Мұнаны енді интернеттен көрдім, бесплатный деп. Енді осыны бірге жасап көрейік. Мүмкін сіздерге де пайдасы тиіп қалар. Осының алдында сөйлететін DIT деп аталатын ағылшынша сайтты қолданып жасаған болатынмын. Дауыс естілмей тұр. Дауыс естілмей тұр. Ой. Неге бұл дауысы шықпай тұр? Водяной знакты алып тастау, платный açık. Водяной знакты алып тастауға болады негізі. Бірақ бұнда про, премиум деген болады екен, кредит болады екен, кредитный карточка қолдануға болады екен. Қазір мен өзіме көшіріп аламда, сосын кейін ойлап тұрмын, CapCutпен дауысын қойып аламын. Өйткені қазір көп жерде, қазір үйретем видео деп айтаттағы, бірақ соңында осындай платный болып кетеді. Көп адамдар бұны ала бермейді. Сондықтан осындай бір лайфхак сіздерге осылай сөйлетіп аласыздар да, CapCutпен дауыстарыңызды баса саласыздар. Қазір оны да көрсетем жалғастырып. Менде CapCut қай бөлімде еді? Мына. Қазір CapCutқа шақырамын. CapCut'ның іші өзгеріп кетті, байқасаңыздар. Әлде мен ғана ма осын байқап отырған? Кешігіп кіріп. Көрдіңіздер ма? Өзгеріп кетіпті CapCut'ның іші. Міне проектіні басады екен. Өзгеріп кеткен екен. Енді жаңа бір видеоны жасадым ғой. 5 секунд қылып жасапты. Енді қазір осы жерге дауысты, мына жерден звук дегенді таңдайсыздар да, запись дегенді басасыздар. Автомобильдер кезеңінде осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Мына мысалы мен осылай айттым, Енді қалай дауысын шығарамыз? Мынаның үстін басасыздар да, громкасын көбейтесіздер. Автомобильдер кезеңінде осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Міне енді удалить етем. Қазір экспорт жасап аламын. Мен достар сіздерге бастан аяқ көрсетіп беріп жатырмын. Үйді қалай сөйлететінін, егер платный алғыларыңыз келмесе. Міне. Автомобильдер кезеңінде осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Автомобильдер кезеңінде осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Міне осылай қолдансаңыздар болады. Рахмет.